Сәлем достар, бүгін біз осындай қызықты тақырыпты талдаймыз. Егер жер бетінде оттегі жоғалса не болады? Видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеле кетіңіз. Бұл адам және организм арнасы. Оттегінің жердегі өмір үшін маңызы. Жер бетінде тіршілік атаулының жүрегі – оттегі. Бұл газ біздің тыныс алуымызға ғана емес, бүкіл биосфераның тұрақты дамуына қажет. Оттегі болмаса, адамзат, жануарлар, өсімдіктер және тіпті көптеген микроағзалар өмір сүре алмайды. Жануарлар мен адамдар тыныс алу арқылы, өсімдіктер фотосинтез арқылы, ал кейбір бактериялар биохимиялық реакциялар арқылы оттегіні пайдаланады. Адам ағзасы үшін оттегі, қан арқылы барлық мүшелерге жеткізілетін негізгі энергия көзі. Егер біз тамақ пен суды күндер бойы тұтынбасақ та тірі қалуымыз мүмкін. Бірақ оттегісіз бірнеше минуттан артық шыдау мүмкін емес. Бұл қарапайым шындық оттегінің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Оттегі атмосфера құрамының шамамен 20% құрайды. Бұл көрсеткіш тіршіліктің дамуы үшін ең қолайлы мөлшер. Егер ол азайса, тіршілік күрт қиындайды, ал егер артық болса, жану процесі тым күшейіп, өрттердің қаупі артады. Жердегі өмір дәл осы тепе-теңдікке байланысты. Оттегінің рөлі тек биологиялық шеңбермен шектелмейді. Ол геологиялық және химиялық процестерде де шешуші орын алады. Жердің қыртысында металдардың тотығуы, минералдардың түзілуі барлығы оттегінің қатысуымен жүреді. Егер оттегі бір сәтте жоғалып кетсе, табиғи жүйелер қирай бастайды. Осылайша, оттегінің маңызын толық түсіну үшін, біз тек өзіміздің тыныс алуымызға ғана емес, бүкіл планеталық процестерге қарауымыз қажет. Енді келесі бөлімде оның физикалық, химиялық қасиеттеріне және атмосферадағы рөліне тоқталамыз. Оттегі – жердегі ең көп таралған элементтердің бірі. Химиялық тұрғыдан ол О таңбасымен белгіленеді, және атомдық нөмірі 8. Ол атмосферада ғана емес, су құрамында, тау жыныстарында, минералдарда және тірі ағзалардың жасушаларында мол кездеседі. Физикалық қасиеттері бойынша оттегі түссіз, иіссіз және дәмсіз газ. Қалыпты жағдайда ол көзге көрінбейді. Бірақ сұйық күйге өткенде көкшіл түске боялады. Сұйық оттегі аса төмен температурада тұрақты болады, -80 шамасында. Бұл қасиет ғылым мен техникада маңызды, өйткені ракета отыны ретінде сұйық оттегі қолданылады. Химиялық тұрғыдан оттегі күшті тотықтырғыш. Ол көптеген элементтермен әрекеттесіп, түрлі қосылыстар түзеді. Темірдің тат басуы, мыс пен алюминийдің бетіндегі қабық, бәрі оттегінің әсерінен жүреді. Бұл процестерді тотығу деп атаймыз. Азот атмосфераның негізгі бөлігін, 78%, оттегі шамамен 21%, ал қалғанын басқа газдар құрайды. Оттегінің тағы бір маңызды рөлі озон қабатын түзіліп, біздің күннен келетін ультракүлгін сәулелерден қорғануымыз. Озон болмаса, тіршілік күн радиациясынан зардап шегерер еді. Оттегінің биогеохимиялық циклі, өсімдіктер фотосинтез арқылы көмір қышқыл газын сіңіріп, оттегін бөлумен жүреді. Суда оттегі ериді. Балықтар суда еріген оттегі арқылы тыныс алады. Суындағы оттегі азайса, экожүйе құлдырайды. Оттегінің қасиеттері мен айналымы оны атмосферада, гидросферада және литосферада шешуші етеді. Қорытынды, оттегінің физика-химиялық қасиеттері оның маңызын айқын көрсетеді. Келесі бөлім, оттегінің биосферадағы орны. Биосфера атмосфераны, гидросфераны және литосфераның жоғарғы бөлігін қамтитын тіршілік аймағы. Оның тұрақтылығы оттегінің айналымына тәуелді. Өсімдіктер жердегі оттегінің басты өндірушілері. Фотосинтез арқылы олар көмір қышқыл газын сіңіріп, оттегін бөледі. Микроскопиялық балдырлар, фитопланктондар, ғаламдық оттегінің 50-70% өндіреді. Түнде фотосинтез тоқтайды, өсімдіктер тыныс алу арқылы оттегін пайдаланады. Бірақ олар жалпы көптеп өндіреді. Жануарлар әртүрлі тыныс алу жүйесіне ие, бірақ мақсат бір, жасушаларға оттегін жеткізу. Гемоглобин оттегіні байланыстырып, оны дененің барлық мүшелеріне жеткізеді. Адам ағзасы оттегісіз бірнеше минуттан артық шыдай алмайды. Ми 4-5 минуттан артық жоқ болса, қайтымсыз зақымданады. Қарышкерлер мен сүңгурлер арнайы оттегі жүйелерін пайдаланады. Бұл оттегінің стратегиялық маңызын көрсетеді. Өсімдіктер өндірген оттегін жануарлар мен адамдар тұтынады. Бұл үздіксіз цикл биосфераның тепе-теңдігін сақтайды. Оттегінің биосферадағы орны біртұтас жүйені қолдайды. Егер бір бөлік бұзылса, бәрі зардап шегеді. Енді оттегінің кенеттен жоғалуының алғашқы секундтарындағы өзгерістерге көшейік. Егер жер бетінде оттегі бір сәтте мүлде жоғалып кетсе,
алғашқы секундтарда-ақ әлем өзгеріп кетер еді. Ауа әлі бар сияқты көрінеді, бірақ онда өмірді қолдайтын ең маңызды элемент жоқ. Алғашқы секундтардан бастап адамдар тұншыға бастайды. Миға оттегі жетпегендіктен сана шатасады, көз қарауытады, тепе-теңдік бұзылады. Оттегінің жоғалуы дыбыстың таралуына да әсер етеді. Дыбыстың жылдамдығы мен сапасы өзгереді. Қоршаған орта тыныштала түседі. Жану процесі тоқтайды. Барлық өрт бірден сөніп қалады. Металдардың тотығуы жойылады. Кейбір беттер жарқырап көрінуі мүмкін, өйткені тотығу қабаты жоқ болады. Көліктер тоқтайды, ұшақтар әуеден қуылады, іштен жану қозғалтқыштары от алмайды. Суда еріген оттегі де жоғалады. Балықтар мен су жәндіктері тұншыға бастайды. Олар бірнеше минут ішінде бетке шығады. Мұхиттарда тіршілік апатты жылдамдықпен жойыла бастайды. Әлем бір мезгілде тыныш, қорқынышты күйге түседі. Бұл алғашқы секундтардың бейнесі. Ал енді адам ағзасына әсерін секундтар мен минуттар бойынша нақты қарастырайық. Алғашқы секундтар – 0 секунд. Алғашқы 5 секундта ми жасушаларына жететін оттегі қоры азаяды. Бас айналу, құлақта шу, көрудің әлсіреуі байқалады. 10-30 секунд ішінде нейрондардың белсенділігі бәсеңдейді. Сөйлеу қабілеті бұзылып, үйлесімділік жоғалады. Кейбіреулер осы кезеңде есінен айырылады. 30-60 секунд гипоксия басталады. Жүрек ырғағы бұзылады. Тыныс алу рефлексі күшейеді, бірақ ауада оттегі жоқ. 1-3 минут ішінде жасушалар анаэробты жолға өтеді, сүт қышқылы жиналады. Адам есінен толық айырылып, дене тырыса бастайды. 3-5 минут ми жасушалары қайтымсыз зақымдалады. 5 минуттан кейін өлім қаупі жоғары. Бұл кезеңдер адам өмірінің қаншалықты нәзік екенін көрсетеді. Ендігі тақырып жану процесінің тоқтауы және өркениетке әсері. Жану – оттегімен жүретін процесс. Егер оттегі жоғалса, барлық өрт және жану тоқтайды. Бұл электр станцияларының және қала энергиясының тоқтауына әкеледі. Іштен жанатын қозғалтқыштар от алмайды, көлік қозғалысы тоқтайды. Ұшақтар мен кемелер қозғалу қабілетін жоғалтады. Өндіріс пен ауыл шаруашылықта тоқтайды, экономикалық және әлеуметтік жүйелер соққыға ұшырайды. Медицина саласы да үлкен зардап шегеді. Қосымша генераторлар қуатсыз қалады. Қалалар қараңғылыққа және салқынға ұшырайды. Біз күнделікті сенген жүйелер істен шығады. Адамдар ресурстарға тәуелді болады. Тамақ, жылу, байланыс жүйелері бұзылады. Келесі бөлімде өсімдіктер мен экожүйелерге әсерін қарастырамыз. Фотосинтез тоқтайды. Өсімдіктердің энергетикалық айналымы бұзылады. Көгалдану жоғалса, азық-түлік тізбегі бұзылып, экономикалық дағдарыс болады. Өсімдіктердің жаппай қырылуы шөпқоректі жануарларды, содан кейін ет жорғыларды жояды. Трофикалық деңгейлер бірінен соң бірі құлдырайды. Фитопланктон жоғалса, мұхиттағы оттегі өндірісі тоқтайды. Бұл теңіз тіршілігінің апатты күйге өтуіне әкеледі. Балықтар мен теңіз жануарлары тұншығады, өлі аймақтар кеңейеді. Климаттық өзгерістер мен өсімдік жойылуы жер бедерін және топырақты өзгертеді. Анаэробты организмдер күкіртті газдар шығарып, атмосфераны одан әрі уландырады. Енді ғаламдық климат пен жер бетіндегі өзгерістерге көшейік. Оттегісіз атмосферада озон қабаты жойылады, күн сәулесінің зиянды сәулелері жер бетіне жетеді. Аспан түсі өзгеріп, температуралық ауытқулар күшейеді. Мұздықтар ери бастайды, мұхит ағыстары бұзылады, жауын-шашын үлесі өзгереді. Топырақтағы органикалық қалдықтар ыдырамайды, топырақ құнарсызданады. Анаэробты бактериялар метан және күкіртті сутек сияқты улы газдар бөледі. Найзағай болса да, жану болмайды, табиғаттың кейбір циклдары бұзылады. Оттегінің маңызын түсіну біздің жауапкершілігіміз. Ормандар мен мұхиттарды қорғау керек. Ғылым мен технологияны дұрыс пайдаланып, экологиялық таза энергия мен қорларды қалпына келтіру қажет. Қорытынды, оттегі біздің тіршіліктің басты көзі. Егер ол жоғалса, адамзат жойылар еді. Оттегінің маңызын түсіну, екен табиғатты сақтау. Ғылым мен технология, жер біздің үйіміз. Біз оны сақтасақ, болашақ бар. Каналымызға жазылыңыз, пікір қалдырыңыз. Рахмет. Келесі видеода кездескенше.